Қайырлы футбол күні құрметті көрермен. Ағамыздың тікелей эфирінде Қазақстан Премьер-лигасы 26-шы тур, яғни соңғы тур аясында өтетін Ордабасы Елімай арасындағы матчты біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ақтық мәре соңғы тур Ордабасы және Елімай. Басқазының ысқырғы шалында міне біздің ойын басталды. Қажымхан Мұңайтбаев атындағы орталық стадион. Бұл стадион трибунасында ине шаншар жер жоқ болатын. Ал міне биыл нәтиженің немесе де басқа да бір себептердің кесірінен Мұңайтбаев стадионында жанкүйерлер саны азайып қалды. Машығұлқа допты қайтарып берді. Оңға қарай пас. Жанали Пайрус. Сүйінбаев оның қарсы алдында. Пайрус міне пас берді. Тең нәтиже тобылға жеткіліксіз. Ал Елімайға болса қайсар тобыл ойынында Ордабасының бұрыштамасы. Ал қауіпті жағдай, соққы, гол! Ордабасы! Бұл Пластун! Міне Ордабасы алға шықты. Есеп ашылды, 1-0. Ордабасы Еврокубокке алғашқы қадамын жасады. Сонымен міне пас асырылды. Баспен соққы жеді, тағы бір гол. Есеп 2-0. Екі қорғаушы. Міне Ордабасыны Еврокубокке жетеледі. 2-0 Ордабасы алды. Гол соқты. Қақпашыны да қапы қалдырды. Темірлан Ерланов турнир кестесінің бірінші орнында. Сонымен топ қақпашыда. Сонымен Дарабаевтан соққы. Топ кейлерде. Алда екі шабуылшы бар. Роман Мұртазаев. Темірлан Ерлановқа қарсы. Мұртазаевтан пас, соққы. Бұл гол. Есеп 2-1. Есеп қысқарды. Елімай гол соқты. Свиридов. Міне қосалқы құрамнан жаңа ғана шыққан ойыншы есепті 2-1-ге жеткізді. Енді Елімайға тағы да 2 гол керек. Федин және Абиген. Пас. Мен Кейлер. Елімай үшін бір өкініштісі. Бұл ойында олар жеңіске жетсе. Сонымен қақпашылары асырды. Пастың қателеспеді, бәрекелді. Роман Мұртазаев алыстан тепкен еді, бірақ Бекхан Шайзада үшін бұл сайып қиынға соқпады. Солтүстіктің командасы тобылды міне. Қайсар жеңді. Ал Елімай шабуылы. Ортаға қарай пас! Соққы! Қақпа маңдайшасы! Шабуыл әлі де жалғаса ма екен? Бұл гол болған жағдайда ойынымызда түбегейлі өзгеретін еді. Мүмкіндік болмады. Және тобыл жеңілгеннен кейін Ордабасы міне УЕФА конференция лигасына жолдама алды. Ордабасы Ақтөбе 3-ші сатыда күбіге ретінде 30-да оның орны бар. Сол себепті 4-ші орын иегері Ордабасы УЕФА конференция лигасына жолдама алды. Есеп 2-1. Кескілескен ойында Пластун мен Ерлановтың голының арқасында Ордабасы жеңіске жетті.